Туылу Алтайдың флоразыла фауназы. Қызыл бичке кирген тындулардыла өзімдерді қорыры, қадындағы биосфералық заповедниктің 30 жылдығына учырлай Анохин адының эл музейінде үбелелік көрі ашылды. Ол кіші көзіне көрінбес пайлы чулу телекей болыр. Ар біткен жаяған жарашты кичери. Қадындағы биосфералық қарылды жердің 30 жылдығына учырылған көрі шахманай аталған. Экспозицияға аш ұшырап тұрған фото сүрілер, түйкілік документтер, экологиялық үрейдайынша материалдар тиет шыңжуычылардың ижі кидірілді. Заповедник жан Изюайдың 25 күнінде 1991 жылда төзелген. Заповедник ол ар бүткен қорыйтан аңылу жер. Оның үшін біз қаншалы кірелі албатыға мынды жерлерді көргізіп, оның үшін жартап тұрзағыз, қаншалы кірелі біздің албаты республиканың дайылшылары Алтай жерді ар бүткенді били, пайлап, топ жүрер деп сананып тұрым. Фото іштердің авторлары, жарлы фото жүрікшілерла заповедниктің ішчілері. Туылық пейзаштар, чөмді көлдірлі суылар, жүзін өзімдерлі бейікті, альпи өзөктерлі тындылардың байлық телекейі. Мында кіші көзіне ілінбес аңқұштарды көрер арға бар. Демдіктезе қара көрен мажалай, чөл саразы, норкалар, суының қамдыларылы өлі чоғыр ирбіс. Қадындағы биосфералық заповедниктің текші жері 160 гектар болыр. Аңылы қарылдағы жерде 3 бүдім жылан керескендер бар. 160-нан ашық құшар құштар, 8 бүдім балықтарлы, пеженнан ажы süt емір тындылар. Бұл біздесе қадын судан аталған заповедникла қанша жылдардың тұрғынға ершімді іштеп тұрған отдел природы. Бұл ел музейле, бұл Катунский заповедник. Қожу десе өткіріп тұрғаныз қажыла жыл выставкалар, көрі выставкалар. Бұл жылғы жылда қадын башының заповеднигінің 30 жажы толып жат. Ол десе жан ұшырлы байрам. Көрі сығынайдың 26 күніне жетірі іштер.